Мин империясы көршілес орналасқан мемлекеттерге жаулаушылық жорықты көп жасамады. Цин патшалығына қарағанда өте тыныш дәуір болды Мин патшалығы. Ол оның есесіне мәдениетін дамытты. Енді моңғолдардың қалай жоқ болып кететінін қараңыздар. Оның орнында Халха, Чахар, Жоңғар сияқты мемлекеттер күшейеді бұл аймақтарда. Міне моңғолдар, ойраттар, Мин империясы. 10 жылдықтар бойынша жылыстам. 1454, 1464. Моңғолдар бұл кезде әбден күшейген болатын Алтан ханның тұсында. Бірақ кейіннен қайтадан әлсірейді. Ойраттарды мына жаққа шығыстағы сырып, батысқа сырып тастады. Ойраттар мына жаққа ығысып қалуға мәжбүр болды. Бірақ мына жақта моңғолдар қайтадан үлкен қарсыласқа тап болады. Ол манчжурлар. Яғни манчжурлар билеушілері моңғол үстіртіндегі тайпаларды өзіне бірінен кейін бірін жаулап алады. Және олар алдымен оңтүстікке басып кіреді. Мин әскерін тасталқан қылады. Мына Мин әскерінің өз арасында жемқорлық, сарай билігіне деген наразылық Мин әскерінің түбіне жетті. Усангуй дейтін қолбасшы мына жақта ұлы Қытай қорғанының қабырғасын ашып береді. Осылайша қазір манчжурлар Мин әскерінің тасталқанын шығарады.